Тағы да каналыма қош келдіңіздер. Біздің кезекті түсіріліміміз тағы да GoDirect сымсыз датчиктар жинағынан механикаға және қозғалысты зерттеуге арналған, сондай-ақ динамиканың кейбір тақырыптарын зерттеуге арналған арбашалар және арбашаларға арналған жол және тағы да қосалқы бөлшектерден тұратын жинақ. Бүгінгі біздің қарастыратын мәселеміз тағы да импульс мәселесі. Яғни осы денелер жалғыз бір денеге қатысты және денелер жұбына қатысты импульстың түрлері және соқтығысудың түрлері, соның ішінде серпімді соқтығысу және серпімсіз соқтығысудың түрлерін қарастыратын боламыз. Ол үшін әдеттегідей біз датчиктарымызды қосып алдық. Енді осы датчиктардан біз қазір экранда көріп тұрғандарыңыздай бір график алуға болады, жаңағы орналасу бір-біріне қатысты, орындарына байланысты, уақытқа байланысты орындардың өзгеруіне көрсететін. Немесе екі датчик бірден қоюға болады, екі график бірден қоюға болады. Ол біреуі жаңағы денелердің орналасуына байланысты болса, екіншісі олардың қозғалыс жылдамдықтарына байланысты. Үшінші графикта қосуға болады, ол жаңағы денелердің бір-біріне қатысты қандай үдеумен немесе қандай күшпен қозғалыс жасайтынына байланысты, бір-бірімен қандай күшпен әрекеттесетініне байланысты. Біз енді әзірге екі график алайық. Осы екі график біреуі денелердің орналасу жағдайына байланысты, екіншісі олардың жылдамдығына байланысты. Енді графиктарымызды пайдаланбас бұрын әуелі біз арбашаларымызды қазір мынандай екі қалыпта қарастырайық. Қазір біздің арбашаларымыздың қосалқы тағы бір бөлшектері, ол бұл жерде магниттік жаңағы бөліктері бар. Осы магниттелген бөліктердің көмегімен біз әр аттас магниттерді, полюстерін қарастыратын болсақ, онда екі дене бір-біріне жаңағы бірігіп қалады. Ал егер біз магниттердің полюстерін аттас қылып қоятын болсақ, онда бұлар бір-біріне жаңағы итеріліп, бірінен бірі тебіледі. Енді осы магниттердің әр аттас полюстарына сәйкес денелердің қазір бір-бірінен серпімді итерілуін қарастырайық. Ол үшін әуелі екі денені белгілі бір жағдайға қойып аламыз. Және графикке байланысты төменгі жақта арнайы датчиктардан алынатын мәндердің жаңағы қосымшалары бар. Сол қосымшалар арқылы біз мәндерді жаңағы нөлдік деңгейге келтіріп аламыз. Міне осындай нөлдік деңгейге келтіріп алғаннан кейін орындарының орналасу қалпын енді жаңағы тәжірибемізді бастаймыз. Яғни екі арбашаны бір-біріне қатысты итеріп жіберетін болсақ, олардың қалай бір-бірінен ажырайтынын және графиктің түрі қалай болатынын, жылдамдықтардың қалай өзгеретінін және бір-біріне қатысты орналасу қалыптарын қалай өзгеретінін графиктан байқап көруге болады. Енді екінші бір жасап көретін тәжірибеміз дәл осындай серпімді соқтығысудың жағдайын мынадай арнайы қосалқы сақиналар арқылы да жасауға болады. Яғни тағы да екі арбашаны белгілі бір қалыпқа қоямыз. Тағы да олардың орналасу қалыптарын нөлдік деңгейге қойып белгілеп аламыз. Енді тәжірибемізді бастаймыз. Арбаларды бір-біріне қатысты итеріп жіберген кезде олар мінекей бірінен бірі қалай серпілетінін көрнекі түрде балалар көреді және сондай-ақ графиктан олардың жылдамдықтары мен жаңағы бір-біріне қатысты орналасуының қалай өзгеретінін де алуға болады график арқылы. Енді жаңағы үшінші жағдай ол серпімсіз соқтығысу жағдайы. Жаңағы айтқанымдай арбашалардағы магниттік полюстерді ауыстырамыз. Және оларды магниттермен бір-біріне қаратып қоямыз. Енді бірінші жағдайда жаңағы екі арбашаны екі шеткі нүктеге қояйық та орналасуларын нөлдік деңгейге келтіріп зерттеуді бастаймыз. Тағы да арбашаларды бір-біріне жақындатамыз. Сол кезде байқағандарыңыздай жылдамдықтары нөлге айналып, арбашалардың бір-біріне былайша айтқанда жабысып, ары қарай тоқтап қалғанын, міне бірдей жылдамдықпен қозғала келе, бір мезетте тоқтап қалғанын байқаймыз.
міне осылайша және графиктан да балалар және визуалды түрде, көрнекі түрде осындай жағдайларды көре алады. Енді дәл осы сияқты тәжірибелерді тағы да бір жасау мүмкіндігі, ол жаңағы екі арбашаның біреуін жолдың ортасына қоямыз да, екіншісін жолдың шетіне қойып, тағы да біреуінің орналасу қалпын нөлге қойып, екіншісін осы тұрған жерінен бастап есептелетіндей қылып алайық та, енді тәжірибені тағы бір жасап көрейік. Яғни бір арбашаны қозғалысқа келтіреміз. Тағы да серпімсіз соқтығысу нәтижесінде арбашалар, міне көріп отырғандарыңыздай, жылдамдықтардың графигында бірінші арбашамыз, біздің жасыл түсті арбашамыз қозғалыссыз тұрғанын соқтығысуға дейін, ал екінші арбашамыздың белгілі бір жылдамдықпен қозғалып келіп, оған соқтығысқаннан кейін екеуі бірігіп ары қарай бірдей жылдамдықпен қозғалғанын байқауға болады. Және бұл жерде жылдамдықтардың графиктарын біреуінің нөлдік деңгейден жоғары, біреуінің нөлдік деңгейден төмен жатқаны олардың жаңағы қозғалыс бағыттарының өзгергенін көрсетеді. Яғни жаңағы x осіне байланысты оң бағытта, x осіне байланысты теріс бағытта деген сияқты, немесе қозғалысына қатысты оң бағытта, қозғалысқа қатысты теріс бағытта деген мағынада жаңағы қарастырылып түсіндіріледі.